Функция және оның графигі. Функция дегеніміз бір айнымалыға басқа бір айнымалының бір мәннің сәйкес қоятын тәуелділік немесе заң. Мына жақта бізде екі жиын берілген, x пен y, олардың арасында функция берілген, бір заң берілген. Және функциямыз қалай белгіленеді? Y тең f от x деп. Мына жақта y функция немесе тәуелді айнымалы. X-іміз аргумент немесе тәуелсіз айнымалы деп аталады. Ал f деген заңдылықтың белгісі. Енді мысал ретінде f от x тең x плюс 1 болсын. Немесе f от x орнына біз y-ті қоямыз. Y тең x плюс 1 болсын. Енді осы y пен x арасындағы заңдылықты табамыз. Мысалы, егер x тең 0 болса, y тең болады 0 плюс 1 немесе тең болады 1-ге. Y тең 1 болады. X те 0 болса, y тегі 1-ге сәйкес келеді. Мысалы, x тең 1 болса, y тең болады 1 қосылған 1 тең 2, y тең 2. Мына жақтағы бір санымыз y тегі 2 санға сәйкес келеді. Және үшінші мысал, x тең 4 болсын, y тең болады 4 плюс 1 тең болады 5, y тең 5 болады. Егер мына жақтағы x тегі 4-іміз, y тегі 5 элементіне сәйкес келетіне. Және бұлай кете береді. X және y арасындағы заңымыз функция деп аталады. Бірінші мысалды шығарайық. X минус y тең a функциясы a минус 2-де 3 нүктесінен өтетіндей a-ның мәнін табыңыз дейді. Мына жақта a нүктесі минус 2 және 3 дегеніміз қалай жазылу керек? A, x және y. Сол үшін біз x-ның орнына минус 2-ні, ал y-ның орнына 3-ті қоямыз. Енді біздің функциямыз x минус y тең a. Бізге a-ны табу керек. Біз x-ның орнына минус 2-ні қоямыз. Y-ның орнына 3-ті қоямыз. Тең a. a тең болады минус 5-ке. Екінші мысал. G f от 3 өрнегінің мәнін табыңыз. Мұндағы f от x 2x плюс 1, ал gx 2x минус 1. Мына жақта біз бірінші g f от 3-ті анықтау керекпіз. F от 3 бізде x ретінде тұрса, ол gx-ке тең болады. Ал gx нешеге тең болады? F от 3. Gx бізде 2x минус 1-ге тең. Мына жақтағы x-ның орнына біз f от 3-ті қою керекпіз. G f от 3 тең болады. X-ның орнына біз f от 3-ті қоямыз. 2 көбейту f от 3 минус 1 тең. Енді тең болады 2 көбейту f от 3 дегеніміз f от x егер бізде 2x плюс 1-ге тең болса, f от 3 тең болады 2 көбейту 3 плюс 1. Немесе f от 3 тең болады 6 плюс 1 7-ге. Сол үшін f от 3-ның орнына біз 7-ні қоямыз. Минус 1 тең болады 14 минус 1 тең 13. Үшінші мысал. Берілген графиктерді олардың теңдеулерімен сәйкестендіріңіз. Мына жақта біз графикті табу керекпіз. Бізде функция берілсе, біз графикті қалай табамыз? Мысалы, бірінші функцияны біз координатамен табамыз. Егер x тең 0 болса, y тең болады. X-ның орнына 0-ды қойсақ 1 болады. Егер x тең 1 болса, y тең болады 4. X тең минус 1 болса, y бізде минус 2-ке тең болады. Енді мына жақта x бізде 0 болса, y бізде 1-ге тең. Егер x 1 болса, мысалы мына жақта 4-ке тең.
және x минус 1-ге тең болса, мына жақта y бізде минус 2-ге тең. Мына сызық бізде y тең 3x плюс 1-ге сәйкес болады. Сол үшін бірінші бізде c x квадрат, егер бізде осылай координатамен тапсақ, бізде a варианты шығады, парабола x квадрат. 3 түбір асты x, y тең түбір асты x. Мына жақта түбір астындағы функциямыз бізде 0 немесе одан да үлкен сандар болу керек. Сол үшін мына жақта бізде b варианты келеді.